Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен ұйғыр халқының тағамы мантыны дайындайтын боламыз. Бұл жолы өріп дайындайтын боламыз. Олай болса мен бұл видеода сіздерге езілмейтін қамырдың құпиясы және де мантыға не үшін картошка қосылады, не үшін сәбіз қосылады, және де осы фарштың жаңа қымық-қымық болып түспейтін белгілі бір құпиялар бар, сонымен бөлісетін боламын. Олай болса менімен бірге болыңыздар, видеоны аяғына дейін көріңіздер. Алдымен тағамыздың нанын, қамырын илеп алатын боламыз. Ол үшін өзімізге қажетті ұнды аламыз. Сонымен бірге сұйық май және де тұздық. Тұздыққа біз суға, яғни салқын суымызға бір қасық, бір ас қасық көлеміндегі тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Негізінен егер де қамырым езіліп кетуі мүмкін дейтін болсаңыздар, онда міндетті түрде жұмыртқа қосыңыздар. Мен бұл жерде жұмыртқа қоспадым, тек 2 ас қасық көлемінде сұйық май қостым. Сұйық майды кез келген жаңағы дәмханаларда, болмаса кафелерде, манты дайындайтын кезде, болмаса еттің қамырын илейтін кезде міндетті түрде сұйық май қосады. Сұйық май сіздердің қамырларыңыздың жылтырап тұруына септігін тигізеді. Сондықтан да міндетті түрде сұйық май қоспай жүрсеңіздер, сұйық май қосып илеп көріңіздер. Өзгешелігі болады. Қамырымызды илеп болдық, тындыруға жібердік. Енді осылай бірнеше рет қайталап басатын боламыз. Қамырымызды ие қанғанша басамыз. Ие қанғанын сіздер қамырдың қолға жабыспауы болатын болса, қамырларыңыз қолға жабыспаса, онда біздің қамырымыздың ие қанды деген сөз. Енді салафанға салып, тағы да бірнеше минутқа қоямыз. Осы уақыт аралығында біз ең бірінші пиязымызды турап аламыз. Пиязымызды жұқалап, жіңішкелеп, осылай көбіктеп турап аламыз. Одан кейін ары қарай тамағымызға кірісетін боламыз. Неге пиязымыз турап болдық. Енді осындай табағымызға салып, үстіне қара бұрышымызды қосамыз және де тұзымызды қосып, жақсылап қолымызбен сығып, осылай суын шығарамыз. Егер де пияздарыңызды осылай алдын ала сығып, суын шығарып, одан кейін барып фарш қосатын болсаңыздар, онда сіздердің жаңағы тамақтарыңыз піскен кезде пияз ішінде кіртілдеп жүрмейді, өте жаңағындай жақсы болатын болады. Сондықтан да міндетті түрде осылай бірінші жасап қойған абзал. Енді мінекей майды міндетті түрде жаңағындай сиырдың бүйрек майын қосатын болсаңыздар, жаңағы фарштарыңыз піскен кезде қамық-қамық болып тұрмайды, тал-тал болып түсетін болады. Егер де жаңағындай іш май қосатын болсаңыздар, онда іш майдың жаңағы қарынның дәмі шығып кететін болады. Сондықтан да оны қоспауға кеңес беремін. Міндетті түрде бүйрек май қосқандарыңыз абзал. Енді нанымызды шығарып, осылай 2 бөлікке бөліп, тағы да бір рет басып қоямыз. Одан кейін ғана жұмыс істей беруімізге болады. Мінекей өстіп жақсылап басатын боламыз. Енді осы аралықта картошкамызды турап қоямыз. Мантыға не үшін картошка қосылады? Картошка мантыға жұмсақтық беретін болады. Сондықтан да картошка көп қосудың қажеті жоқ. 1-2-3 штук өзіңіздің жаңағы жасау порцияңызға қарай қосасыз. Енді сәбізді не үшін қосады? Сәбіз мантыға дәм беретін болады. Сондықтан да біз бір бас сәбіз қосатын боламыз.
сәбізді де көбіктап кішірек қылдырып турағандарыңыз абзал, тез пісетіндей. Мінекей барлығын жақсылап араластырдық. Енді кішкене көк пияз қостым. Егер де сіздердің еттеріңіз, фарштарыңыз осылай менікі сияқты ақшыл болып тұратын болса, ол сіздерге ұнамаған болатын болса, онда міндетті түрде паприка, копченый паприка қоссаңыздар, еттеріңіз қып-қызыл болып көрінетін болады. Сондықтан да сіздерге кеңес беремін копченый паприка қосуға. Енді нанымызды, қамырымызды осылай бірнеше рет қолымызбен басып алып, одан кейін барып оқтаумен жаятын боламыз. Қамырларыңыздың егер де жайған кезде шет-шеттері қалың болып қалатын болса, осылай бүктеп, одан кейін ғана барып шет-шетін осылай оқтаудың көмегімен жайсаңыздар, ортасы мен шеті біркелкі болып шығатын болады. Мен дәл осылай істеймін, сіздерге де кеңес етемін. Ендігі былай екінші жағын аударып, тағы да оқтаудың көмегімен басып жібересіздер. Енді кесемізді қойып, осылай нанымыз, жаңағы мантымыздың қамырын кесіп дайындайтын боламыз. Егер де бұлай дайындағыларыңыз келмесе, самсаға нан дайындаймыз ғой, біз бірнеше бөліктерге бөліп, домалақтап, дәл солай жасасаңыздар да болады. Ондай жағдайда сіздер жаңағы қамырды жайған кезде асты қалыңдау болып жайылады да, тек екі шетін ғана жұқалау етіп жаясыздар. Себебі мына қазір түйілген кезде бізде беті онсыз да созылады, ал асты сол қалпы тұрады. Сондықтан да асты жабысып қалмас үшін астын қалыңдау қылдырып, кішкене үстін жұқалау етіп жайсаңыздар болады. Солай да жаяды. Мінекей осылай өріп шығамыз. Бастапқы бірінші көрген кезде қиындау болады, одан кейін қолдарыңыз үйреніп кететін болады. Тағы да біреуіне сіздерге түйіп көрсетейін. Бұл мантыны түйген кезде қаршын аямаңыздар, көбірек салыңыздар. Себебі ол піскен кезде жаңағындай өзінің формасын жоғалтатын болады. Яғни кішкентай бүрсіп қалатын болады. Ондай болмасын, мантыларымыз томпиып әдемі болып көрініп тұрсын десеңіздер, мантыны түйген кезде фаршты аямаңыздар, көбірек салыңыздар. Міне мына жағын осылай өстіп қолымызбен түйе саламыз, сонымен бітті. Енді табамызды майлап аламыз алдымен, одан кейін тағы да осындай майға матырып, нанымызды, мантыларымызды қоя бастаймыз. Орталарын неғұрлым ашық етіп қойыңыздар, себебі ол піскен кезде сінеді, бір-біріне жабысып, мантыларымыз түсірген кезде жаңағыда қамыры жыртылып кетуі мүмкін. Мінекей қамырымызды салдық. Енді 40 минут отқа қойып пісіріп аламыз. Міндетті түрде 40 минуттан кейін алыңыздар, әйтпесе сіздердің мантыларыңыз езіліп кетуі мүмкін. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен плов дайындаймыз. Ол үшін бізге керек ет, пияз, сәбіз, чеснок және де күріш. Бүгін мен 2 кесе күріш алдым, яғни 350-400 грамм көлемінде. Ең алдымен қазанымызда қызып тұрған майымызға осылай пиязымызды салып, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Пиязымыз міндетті түрде қоңыр болуы тиіс. Егер де әппақ пияз болатын болса, онда сіздің күрішіңіз де әппақ болып қалуы мүмкін. Сондықтан пиязымызды дәл осылай қоңыр етіп қуырып аламыз. Үстіне етімізді салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Қуырылып болған еттің үстінен жаңағы қоңыр болған пиязымызды осылай алып тастаймыз. Ары қарай сәбізімізді саламыз. Және де жақсылап қуырып, дәміне қарай тұз саламыз. Тұзын салып, араластырып, қуырылып болғаннан кейін қайнап тұрған суымызды құямыз. 2 кесе күрішке 2 кесе қайнап тұрған су құйдық. Суық су құйсаңыздар, сіздердің еттеріңіз қатты болып қалуы мүмкін.
Содан кейін бетін жауып осылай 40-45 минут пісіреміз. Еті пісті деген кезде күрішімізді жуып салып, ортасына чеснок салып, бетіне салафан жабамыз. Бетіне салафан жапсаңыздар, сіздердің күріштеріңіз өз буына өзі пісіп шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.